төбесінен 1900 метр биіктікте орналасқан қазақы қаймағы бұзылмаған ауданның тарихымыз бен әдебиетімізді ұмытпай, өздерінің түп тамырынан ажырамай отырғандығы қуантты. Оны адамдардың көздерінен, киген киімнен, айтқан әңгімесінен байқауға болады. Қосағаш қазақтары небір тарихи кезеңдерді бастан өткізсе де 100% ана тілінде сөйлейтінін атап айтқым келеді. Қосағаш, яғни шүй қазақтары салт дәстүрді сақтап, ана тілге өте үлкен құрметпен қарайды. Осындағы жырақтағы жамағаттан жалпы біздің жерлестеріміздің алатын тұстары өте көп. Қазақтан тұрмысын айтасың ба? Тұрмыстары жақсы екен. Бәрі малы бар, бір-бір қиын жақсы үйлері бар. Қазақтан тұрмысы керемет жақсы. Ашаршылық көрген жоқ. Осы түйдің қазағы орысша сөйлеп білмейді. Қазақша өзінің кәдімгі тілін сөйлейді. Қазақша сөйлейді. Орысша сөйлейтін, мына келін кішкене сөйлеп қояды. Неден келді ғой? Оның басқа жоқ. Өзіміз қыздарым да орысша сөйлемейді. Алтайша сөйлемейді. Алтайдың тілін біледі енді. Алтай қырғыз секті ғой. Алтай тілін біледі, сөйлемейді. Қазақша дәстүріміз міне қазақ. Қонақ күсекті қазақша, ана үстеліміз салған бойымыздағы үстелімізге тамақ бере қоямыз. Әгі бейбітсіздігі тағы қоймаймыз. Алтай Республикасы мен Алтай өлкесі қазақтарының тіл мен дін, салт дәстүрді сақтауы, толықтай ислам дінін ұстануы көңілге қуаныш ұялатады. Ең бастысы қазақтар 7 атаға дейін қыз ауыспау дәстүрін жоғалтпаған. Ораза ұстау, айт мерекесін тойлау және отау құрған жастардың мешітте некесін қию қатаң сақталғанын көзбен көрді. Түсірілім тобымызбен Қошағаштағы Мұхаммедқали атамыздың шаңырағына жаңа түскен келіннің шайын ішіп қайттық. Мен кешелі күні кешінде келінді болдым. Ұлым аман үйленді, келінім Есімгүл. Біз осы жерде тұратын біраз қазақтың салты бойынша келінді осылай түсіреміз. Босаға аттатып, басына шытын тартып, қайтып сыртынан шәл жабамыз. Осындай шымылдықтың артына отырғызамыз. Сақталған салт дәстүріміз осылай. Келін енді бір қанша той болғанға дейін осы шәлін оранып, осы өз бөлмесінде осылай отырады. Бетін ашып, той жасалғаннан кейін артамызға кіріп, кәдімгідей жалғаса береді. Аман саусыздар ма? Қандай жатсыздар? Сіздер деген біз қоржын апарып келдік. Мына кісілер ашубашар қоржын апарып келген. Осы менің қайын абысы, қайынбикем, абысының. Мысалы, мына екі кісі, екі ағасының үйіне, өз папасының үйіне ашубасар қоржын апарып келген адамдар. Разы қош болды ма құдадар? Болды. Жақсы, айбар. Жақсы. Әйел адамға көйлек, ер азаматқа шапанын менен орамалын кигізеді. Сонан осындай дәм араластырып дәм салады. Осыны осы ауылдың адамдары алыс дейеді. Алақанда алақаным өлім дейді көзім, құшағында қуаныш, қасымда сен өзің. Бүгінгі түнді ғашақ, бүгін нұрлы арман, бүгін міне осылды арман енен арман. Ресейдің бір түкпіріндегі елмекенде қазақ рухы ерекше мықты сезіледі. Шіркін өз елінде отырып тілін шұбатып, дәстүрмен безінгендердің қазақ шаңырағынан жырақ отырған жамағаттан үлгі алса. Алтай қазақтары мұражайы. Біздің телеспица мұнда арнайы басын бұрды. Мұражайға арғы ата бабамыздан келе жатқан дәстүрлі бұйымдардың барлығы қойылған. Мақсаты келешек ұрпаққа ұлттық өнеріміз бен мәдениетіміз жайлы кеңірек мағлұмат беру.
А раньше, как бы и сейчас, конечно, по национальным костюмам можно было судить возраст человека. Вот если вот это костюмы являются, как бы девочки носили, да, тахья, то взрослые женщины, они носили, вот замужние женщины носили платки, обязательно носили платки. Вот такие были костюмы, посмотрите поближе. Это жилетики вот такие вот. А вот если было, например, женщина собиралась на праздник, на той, на Наурыз, допустим, мы Наурыз празднуем 31 декабря и 22 марта, в День равноденствия. Вот тогда у нас женщины носили вот такие вот уборы головные, красивые. А дальше, если бабушка, например, женщина становится бабушкой, да, появляются у нее внучки, внучата, она носила кимишек. Вот можете посмотреть. Это сын передал своей маме, Интанов Хамизи, передал сын Тухтаубай. Тухтаубай у нас является учителем в школе. Вот. Можете здесь посмотреть, пожалуйста, проходите сюда. Здесь уже мужской костюм. Костюм называется шапан. Вот видите, вот такой вот шапан. Вот шапка идет, головной убор. Это уже носили мужчины в возрасте. Ұлттық байлығын ұмытпай, Алтайдағы қазақтың алтын бесігі құтиясы болып отырған мұражайға басшымыз Дулат Әбіш оңтүстік өңірінен апарған президенттің бейнесіндегі отандық өнім табыстады. Енді Ресей жеріндегі осы бір қазақ шаңырағының төрін елбасының бейнесі толықтырмақ. Мына арада қарасам, біздің Қазақстанның тұңғыш президенті тәуелсіз Қазақстанның елбасымыз соның жаңа балалық өмірі, мектептегі өмірін алған кітапта елбасының сыныптастары деген кітап, бұл біздің оңтүстік Қазақстан облысында шыққан кітап, мына кітап. Сол кітапты сіздердің музейіңізге сыйға тартамыз. Осы музейдің төрінде тұрса, жалпы бұл кітапты көрген адам жаңа елбасын таниды, елбасын оқиды. Осы кітабын сізге сыйға тартамыз, одан кейін ана кілем бар. Кілем. Пожалуйста, мына кілем енді осы музейдің төрінде тұрса, бір жерге келіп қойсаңыздар, енді жасыратын жоқ, бұл тәуелсіздіктің 25 жылдығы біздің Қазақстанда. Одан кейін елбасы, тұңғыш президент, сондықтан осы мен қазақпын деген адам енді білу керек, тану керек, осы жердің төрінде тұрса, жай тамаша болады, мен енді тұрса болады. Қойсаңыздар, осы кірген кезде кез келген адам көреді өзінің. Сондықтан білесіздер ғой. Қазақстаннан, Шымкенттен келген қонақтарға үлкен рахмет айтамын. Музейдің работниктарының атынан үлкен алғысымызды айтамыз. Біздің ұмытпай келіп тұрғандарыңызға үлкен рахмет сіздерге. Қошағаштағы қандастар қазақ тіліндегі радио, теледидар хабарларын тікелей тыңдап көре алады. Тұрғындардың көбі Қазақстанның Отау ТВ құрылғысын орнатып алған. Бұл өз кезегінде олардың мәдени, рухани байланысын күшейтіп, тіл мен дінді жаңғыртып, байытып отыруларына мүмкіндігі зор. Ауданда қонақ үйлер, жанармай құю бекеттері жетерлік. Қосымша кәсіп түрлері де аз емес. Орталықты аралап танысып көргенбіз бірқатар мекемелерге бас сұқтық. Біздің Қазақстаннан келгенімізді естіп, қуанып қалған қандастар елге жылы лебіздерін айтып, ән мен жырдан шашу шашты. Біздің қандас бауырларымызға, біздің тарихи отанымыз, ата мекеніміз, енді барлықтарыңызға мен аз ғана қазақ атынан үлкен сәлем айтқым келеді. Кезінде осы Қазақстанға, Алматыға барып келу дегенің адамдардың арманы болған. Кезінде біздің бала кезімізде. Енді қазір біз емен еркін өзіміз күріш алуға қыдырып барғандай барып, той болса да шапқылап барамыз, өлім болса да шапқылап барып келіп, қазір ешбір қиыншылық, жолдың ауырлығына да қарамай, осы жақсы қатты сапырылысып кетті. Енді тура барып, барлығымыз осы жерден сыпырылып кетіп, о жаққа барып ата мекенге орналасу деген ол мүмкін емес. Бірақ та сол осы жерде отырып, Қазақстан үшін жаңағы жүрегіміз ауырып, қолдап, әуелі қазір сол тек қана Қазақстанның ең бірінші телефонға кірсең ең бірінші Қазақстанның жаңалығын іздейсің. Не болып жатыр екен, қайтып жатыр екен, онда қандастар деген сияқты. Сол енді екі ел біргесі аман болсын, аманшылық болсын, ашық аспан болсын. Сіздеріңізді сапарларыңызға сәттілік тілеп, жолдарыңызға гүл бітсін.
Қошағаш Қожабек форты мектебінде біздің түсірілім топ Шекеров Союзге арналған естелік қабырғамен танысты. Шекеров Союз ұзақ жылдар бойы өзін ұстаздық қызметке арнап, ауданда тіпті бүткіл Алтай аймағында өзіндік орны бар жан. Білімнің ләрімен ұрпақты сусындатып, елдің еңсесін көтеруге атсалған атпал азамат. Ресейдің еңбегі сіңген ұстазы, Қазақтан шыққан интеллигент азамат. Осы мектепте істеп жүрген кезінде Монголияға делегат қып жіберген. Республика көлемінің құрамында делегацияның бастығы болып, сол Монголияға барған. Монголияда болған кездерінде міне делегация, онан кейін мұғалімдер конференциясы болды Мынырда, Монголияда. Сол Монголияға тағы да делегат болып барған, бұл 76 жылы. Енді мына суретке келетін болсақ, бұл мына екінші дүниежүзілік құрылтай, қазақтардың дүниежүзілік құрылтайы болған кезде соған сол құрылтайға тағы да делегат болып барған. Мен жаңа айтып тұрмын, мен ағам бұл жерде бұл кісімен жеңгем осы мектепте 50 жыл сабақ беріп, қазақ тілін пәнінен қанша балаларға білім берген жастыққа қуаныш берген. Мен біздің атымыздан осы жаңағы қазақтың салт дәстүрлері туралы да соны сізге қарсы Көші-қон жайына келсек, қандастардың көбі өз атамекендерінде отыра бергенді дұрыс көреді. Тарихи отанға оралу бүгінде әркімнің өз құқығы. Қошағаш қазақтары ешқашан бөгде елдің жерінде отырмыз деп қысылып қымтарылмайды. Керісінше, бұл өз жеріміз, ата-бабаның қара қонысы дейді. Дұрыс-ақ. Олардың тек 20% ғана Қазақстанға қоныс аударуды жоспарлайтын көрінеді. Сондықтан көшкендерді құшақ жая қабылдап, көшпей қалғандарына мәдени рухани қолдау беру, олардың өз ана тілін сақтап қалуына көмектесу біздің басты парызымыз. Арда Алтайдың 4 құбыласы түгел қазақ болып тұрғаны жақсы емес пе? Естіп жатамыз, Қазақстанымыз көркейіп, жақсы, гүлденіп, өсіп келе жатыр екен. Енді сол жатқан өзіміздің атамекенімізге, жаңағы ел бастап отырған ел ордасыны Астанадағы Нұрсұлтан Әбішұлына үлкен рахметімізді айтамыз. Қайда жүрсе де аман жүрсін, дені сау болсын, халқы аман болсын, жұрты тыныш болсын. Бәрін естіп отырамыз. Сол кісіге үлкен рахмет. Әмбе сол кісі менен чамалас екен өзі, Нұрсұлтан Әбішұлы. Сол кісінің халықты ұстап отырғаны, халықты осындай әлемге танытып, үлкен барша қауымға, барша Қазақстанға үлкен рахметімді айтам екен. Халқымның қарындары тоқ болсын, жұрт аман болсын, ел іргесі тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын, береке бірлік болсын, бірлік болған жерде тірлік болады. Сол осы туып өскен өзіміздің Қошағаш ауданымен, әмбе осы Астанамыз жылдан жылға көркейіп, ел іргесі тыныш болып, аман-есен ден сау болсын. Бисмилла. Алтын Алтай, ғажай Алтайдай шер қайдай. Өр Алтайдан дүркіреп, Атамекен Алтайдағы қандастармен қимастықпен қоштасып, кері елге аттандық. Жүрегіміз шат-шадыман күйде. Ұзақ уақыт көрмеген жақын туыстарымызды көріп, көз айым болып, сағыныш мауқы басылғандай күйде кетіп барамыз. 12 күн ішінде Түркістаннан Алтайға телеэкспедициясы 7600 шақырым жолды жүріп өтті. Ұзақ сапардың өзіндік қиындықтары да болды. Екі мемлекеттің шекарасын басып өттік. Көліктің дөңгелегі жарылды. Аптап ыстықпен алысып жүрдік. Теңіз деңгейінен 2000 метр биіктікке көтеріліп, талай тау мен асуларды артқа қалдырдық. Алайда бір сәтте болса көңілде өкініш пен әттең айлар болған жоқ.
Елім дегендер қамын жегендер, адал өрендер, намысы қайнағандар, ел үшін арышын, қайратын қайрағандар, қазақтың бағышын. Сақтан алашым, иманын жиғанын байға аңғалып, жат қылар жанашырды, дос қылар жаманды,